Қош келдіңіз, Тәуіржан. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы, гүл-шоқтарымен келіпсіз. Екеуіңіздің стиль, образ бірдей болып тұр, иә? Келісіп алдыңыздар ма? Жоқ. Тұтас қара, тотал Жаңа блэк киім, болып. өмір именно осы жаққа келе жатқан кезде киім аламын, короче. Сондай болып қалды бүгін. Иә, ондай келіспеген едік. Келіспедіңіз Ұқсас бе? болып қалған ғой. Жақсы, әдем болып тұрсыздар. Ал қалайсыздар? Кездесу бар ма болып жатқан? Иә, кездесу болып жатыр. Иә. Енді Фото-видеоларыңыз бар ма? бірақ фото-видео жоқ. Бәсе осындай бір нәрсесі бар еді ғой. Неге жоқ? Сіздер енді керемет етіп жасап алып келетін едіңіздер. Шынымды айтсам, просто былай болды. Біз Шымкентке барып келдік. Шымкентке бардық та, екеуміз там бір-екі съемкаларға түстік. Бірақ оны алып мына жаққа жіберген дұрыс болмайды ау дедім да. Екеуміз түсіру үшін андай просто в моменте болып өзіміз андай күшті болып жүрді да, и андай түсіру туралы вообще ұмытып кетіппіз. Енді жарнаманы әрине көрсете Жоқ, алмайсыздар бізде. жоқ, былай ғой. Бүгін именно осы жаққа келе жатқан кезде маған видео қайда деді. Ой дедім да. Сөйтіп сол видеоларды бүйтіп жинап бір видео шығарайын ба деп едім. Просто ол менің стиліме келмейді да, короче. Бірақ бізде просто ондай күшті вау кездесу болған жоқ. Но душевный кездесу болды деген сияқты. Жоқ, бірақ енді қызық екенсіздер. Стиль, образдан бұрын жалпы бұл фото-видеолардың негізгі мақсаты көрерменнің білуі, көруі, сіздерде жалпы кездесу болды ма, жоқ па? Айтып отырғандарыңыз шын ба, жоқ па дегенде айтпесе онда бәріміз енді образ, стиль деп жүрмейміз ғой, жасанды. Жоқ, енді просто мен именно бір кездесуге барсақ, ана необычный нәрселерді қалаймын да. И сондай нәрсені көрсеткім келеді өзім. Онда жасамадыңыздар ма? Жоқ, үлгермедік қой, уақыт болмай қалды ғой. Бізде уақыт болмай қалды на самом деле. Енді уақыт жетпей қалғаны бар. Себебі енді басынан былай түсіндіріп айта кетейін. Шымкент қаласына жолға шықтық, сол жұма күні кешкісін түнде. Сонымен Шымкентте кешке дейін, суббота күні кешке дейін тірлігіміздің бәрін бітірдік, жұмысымыздың бәрін. Иә. Одан кейін енді мен қайтуым керек болды, бірақ сол жақта Тәуіржан қалатын болды жұмыстармен, дальше екінші күн тоже жұмыстар болды. Енді мен қайтатын болып шешіп, сонымен самолетке бірден билет алып берді. Бірақ енді кішкене андай ыңғайсыз жағдай болды. Өзім бір қалай айтсам болады, аспанда ұшумен болдым ғой, қанша күн бойы шынымен подряд. И сол адреналин алумен болдым, бірақ енді сол күні ерекше адреналин алдым десем болады. Себебі біз ұшқан самолет қонбай, Алматыға бір ұзақ былай жүріп қалдық, қона алмай қалды. Сол күндері бір погода дұрыс емес болып тұрды. Өзіміз қорқып кәдімгідей, мынау құрсын өмірім соңғы күн ма деген сияқты ойлар кетті, шыны керек. Содан Алматыға қона алмай? Алматыға қона алмай, Астанаға қондық сосын. Себебі сол жақта погода кішкене дұрыс болып тұр деп Астанаға қондық. Енді ол жақта таңға дейін кішкене күтіп отырып, сондай ситуациялар болып қалды. Өзім ойлап қалдым, қала салуым керек еді ғой, Шымкентте Тәуіржанмен бірге қайта салуым керек еді. Асықты да, мен кете берейін, бір жұмыстарым бар Алматыда деді. Ну ладно дедім де, билет алып, сөйтіп шығарып салған тұғымыз. Сөйтсем, 1-2 сағаттан кейін, 3 сағаттан кейін жазып тұр, мен Астанадамын дейді. Мен сені Алматыға билет алып беремін, қалай десем, біз қонамай, әрең деген Астанаға қондық деді. Жоқ, енді қараңызшы, әрине ол өте бір қорқынышты сәт қой. Егер де сіз ұшақта отырсыз, бірақ қона алмай жатыр, бүкіл өмірің көз алдыңнан өтеді ғой негізі, иә. Бірақ нені ойладыңыз сол кезде? Не ойладыңыз? Ойыңызға бірден не келді? Ойыма әрине екі ұлым келеді бірінші орында. Тәуіржан келді сосын. Сол сұрайын деп отырмын. Иә, әрине. Екі ұлым одан кейін Тәуіржан қалай болады екен, не ойлап жатыр екен деген сияқты ойлар келеді әрине. Сондай ситуация қызық болды. Шынымен де Астанадан әйтеуір таңға жуық ұшып, погода дұрыс болғаннан кейін сонымен қондық Алматыға аман-есен. Содан кейін кездесу Тәуіржан Шымкентте қалып кетті. Шымкенттен келгені бір кешен алдың күні келдің ба? Кеше келдің ба? Кеше келдің, е? Кеше келдім, иә. Кеше келді, иә, сонымен кеше кездесу болды бізде. Кеше кездесу болғаннан кейін біз клип түсірдік, жаңа ән шығып атқан, соған. Ол менің ән емес негізі. Просто біз кавер жазған тұғымыз. Сосын бірақ мен Айгүлге бір подарок дайындап қойған тұғым сол кезде. Бірақ оны бүйтіп эфирда бүйтіп көрсетпей былай бере салайын дедім да, и өзіне бердім. Иә, бір қыздарға ұнайтын сол жерде клип түсірмей тұрып, енді былай. Кстати, Тілек қасымызда жүрді, інісі бірге жүрдік бәріміз кеше кездесуде. Күліп ойнап, сонымен енді мен күткен жоқпын. Себебі бұл кісі ол затты былай айтқан болатын. Мен осындай нәрсе алам, бірақ ол бірінші анама берем, анамда жоқ па бар ма сұраймын соны. Егерде анамда болса, саған берем, ал егерде болмаса анама берем деген сияқты. Енді мен бір видеолардан көріп қалдым, анасына берген екен. Жарайды онда деген ой болған ғой. Сөйтсем оны екеуін алыпты да, маған да алған екен. Мен ұмытпай қатты қуанып қалдым. Күшті сыйлық берді, шыны керек.
енді бір сондай бір қуанышты этапта жүрмін әлі. Шоп жүресің ғой әлі қуанышта. Тура сондай болып жатыр ара қатынасымыз. Енді клип та түсірдік десек болады кеше. Клип болғанда енді үзінді ғой. 25 минутта түсірдік деген сияқты ғой. Иә, мен негізі екінші рет түсіп тұрмын, бірақ бұл клипті біз тез түсіріп Тәуіржанға айтқан болады. Мен ой, шашақ қалатын шығармын, таңға дейін түсіріп қалай болады екен, ой, жоқ, біз барамыз, ака, түсіріп тастаймыз, уайымдама деген ғой. Шынымен де бардық, түсіріп тастадық, бір ондай қиын особо дым болған жоқ. Сол? Сіздерде жаңағы түсірілімдер бар, одан бөлек барып келу басқа қалаға, мысалы, сіздерге жарнама айтып жатса дегендей, басқа уақыт, соның аралығында жалпы өздеріңіз жайында сөйлесу деген сияқты уақыт бола ма? Көңіл бөліп, жай ғана бір-біріңізбен кофе ішіп әңгіме айтып отыру дегендей. Жоқ, сіз ойлайсыз ба, біз екеуміз бірге бір жаққа жүрсек, всегда тек жұмыс жайлы әңгіме болады деп. На самом деле бір плюс-минус бір 10-15%. Жоқ, примерно айтып отырмын ғой. Иә, примерно айтып отырмын. 15% қана болады бізде жұмыс жайлы. Қалған бәрі чисто қуып сөйтіп жүре береміз, короче. Жалпы көбіне бірге бірінші уақыт өткізу арасында жұмыс істеу болып тұр ғой сіздерде? Иә, жұмыс істеу. Бұл кісі бәрін қамтып жүреді ғой. Бірінші жағдайын бәрін сұрап алып, бәрі дұрыс па деп, бір сұрап реттеп алады. Одан кейін екеуміз енді Дубайда жүрген кезінде бір риза болғаным, кейбір моментте қатты ұнатып кетемін, андай моменттер болады. Кәдімгідей мен үшін бәрін Инстаграмды ашып, постмайын салып береді ғой, мынаны былай істеу керек, мынаны былай, бәрін үйретеді да маған ше. Мен бұл кісінің қасында мен негізінде любой отношенияда андай болатын. Өзім алдыңғы отношения деп айтайыншы. Мен алдыға тартып, мынаны былай істеу керек, мынаны былай істесе дұрыс болатын сияқты деп миымды қатырып жүретін. Ал енді Тәуіржан екеуміздің ара қатынасымызда менде ондай жоқ. Мен андай тым да ойламаймын да, уайымдамаймын да, осы кісіге беріп қоямын. Сен менің ағам сияқтысың дейді да, короче. Мен айтамын, қалай десем, білмеймін, андай бір ағам сияқты забота бересің маған дейді. Сосын бүйтіп ойланып қалдым, мен жігітім едім, ағасы менің деп. Сондай болып жатыр, короче, арасында. Бірақ ол жақсы ғой негізі, себебі жақсы шығар деп, мен де сестрам мен ағам жездем, то есть сестрамды алатын кезде өтірік қасында ағасы болып жүрген ғой, короче. Өтірік алдап, бүйтіп чұқалап. Сосын соңында мен сені жақсы көремін, анау деді, үйленіп кетті, қазір нормально деген сияқты. И мен мына жерде, мен вроде жігіт болып жүрмін, мен ағасы қылып жатыр да, короче. Қойшы, мен ағасы болып бара жатырмын ба? Енді бүкіл отношенияда айтып тұрмын ғой, мен алдыға тартып, мен былай істеу керек деген кезде, енді ал Тәуіржан бәрін өзің қолына алып алады да, мен спокойно сеніп тапсыра аламын. Я, жарайды, бұл істесе больше күшті болатынына мен сенемін да. Содан кейін жарайды, қойшы, осы жасай берсінші деген сияқты. Я, мен де сондай әңгімелер оқып қалған, ағам ретінде көремін. Наоборот, ол дұрыс сияқты қыз баласына. Баласахан. Ештеңені ойламай, бір жаққа барсаңыз барлығын тапсырып қойып жүру деген менің ойымша. Я, мысалы, Шымкентке жолға шыққан кезде уайымдамаймын, тапсырып қоямын да, өзім ұйықтаймын деген сияқты ғой, жол бойы. Ағасы мен қарындасына бір пікір айтып жіберсем. Айтыңыз. Негізі жаңа кавер жазып жатырмын дедің ғой, сен қандай ән жазып жатсың негізі? Қызық болып кетті. Ол қатты маңызды емес сияқты па? Жоқ, маған маңызды ғой, мен сол үшін сұрап жатырмын ғой. Мен сенің фанатың ғой, білмейсің ба? Примерно. Айтқым келіп тұрған жоқ. Жоқ, негізі бірақ процесс болып жатыр, иә? Уже бәрі ол бұрыннан дайын по идее. Просто сондай бірдеңесі бар еді ғой негізі. Жоқ, енді жаңа Айгүлдің бір несін айтып жіберейін мен қазір. Айгүл, жаңа Әділет әсемге сөз салды ғой, сөз салып жаңа гүлін берген кезде Айгүлдің түрі андай болды. Гүл осы ма деген сияқты қылып, оны Бекзат та көрді шынымен де. Бірақ айналып келіп өзіңе сондай бір гүл келген сияқты ма деп қоямын, бір білмеймін негізінде, бір екеуің гүлің размері бірдей ма деп. Сол бір сұрағым келіп отыр, негізі екеуің сезімдеріңіз орнында ма? Что-то мен андай қылып қарайтын болдым бұлардың сезімдерінің гүліне қарап ше. Или сенің сезімдерің азайып бара жатыр ма? Что-то гүлің бара-бара кішейіп бара жатыр деген сияқты ғой негізінде. Жақсы бір гүлдер беретін денің бар еді ғой деп қоямын енді. Не, қазір баға жағына келіп жатырық па или объем жағына ма? Объем. Объем, негізі бұл өмірде қатты объем маңызды емес деген сияқты ғой. Типа Айгүлге қарап айтып жатсың ба, объем маңызды емес деп? Жоқ, вообще деймін. Кейбір адамдар мысалы дәу болады, бірақ аз жұмыс бітіреді деген сияқты. Кейбір адамдар кішкентай болады, но көбірек жұмыс бітіреді деген сияқты да. Поэтому бұл жерде гүлдің маңызды емес, бұл жерде качествосына қарай мән берсек, ішінде қандай гүл екенін сұрамайсың ба? Көрсетіп жүрші, көрмей қалып болса, пакетін ғана көріп тұрмын. Енді. Қандай гүл екен? Ана жерде Диора ханым сразу түсініп отыр деген сияқты ғой, примерно. Бірақ енді екеуін айтатын болсаңыз, екеуі бірдей букет негізі. Себебі ол сізде жоқ, размері иә, бірақ составы это другое. Жоқ, мен просто Айгүлдің эмоциясын айтып қалдым. Бағана соны берген кезде кішкене андай болып қалды да. И просто өзі де жаңа соны алып қалған кезде сондай бір эмоция шығып қалған сияқты. И бағанағы сіздің айтып кеткен сұрағыңызда қалып қойдым негізі. Шынымен де қарап отырсаң, ортаға шыққан сайын сондай әңгімелер көп болады, байқайсыз ба? То жұмыс, то анау, то мынау деген сияқты қылып, бірақ именно сол екеуінің арасындағы дүниелер көп айтылмайды. Мен соны кішкене байқап қалғаным бар да. Енді жұп болғаннан кейін полион бір махаббат жайлы
болашақ жайлы, үйдегілер не болып жатыр, қашан енді одан ары бір процесске болады деген бір әңгімелер көп байқалмаймын. Чисто жұмыс болды ше. Алишер, Негізі шынымен де иә осыдан кейін Негізі енді мен Алишер мен Аягөз ортаға шыққан кезінде де бір күшті махаббат туралы әңгіме естімейді екенмін шыны керек ше. Чисто ата анамыз бүйтіп жатыр сөйтіп жатыр деп айтқаннан басқа бір керемет әңгіме айтпайсыңдар, себебі қанша ай болды бірге жұп болып жүргендер. жоқ, Айгүл түсініп тұрсың ба, бұл жерде сондай әңгіме керек қой. Сондай әңгіме керек, бұл сөйтіп айту керек, и таким образом кішкене рассуждение болады, осыны қозғаймыз, сөйтіп уақыт өтеді деген сияқты. Бұндай адамдар керек негізі. Осы жерге Сіз уақыт өткізе алмай отыр деп ойлап тұрсыз ба? мәселе уақыт өткізуде емес.